Қайырлы күн, менің есімім Рысжан. Мен Есенов университеті компьютер ғылымда және жасанды интеллект факультетінің 3-ші курс студентімін. Саламатсыздар ма? Менің атым Қыдырбаев Ескендір Нұрланұлы. Мен осы Есенов университетінде аға оқытушы болып жұмыс жасаймын. Осы соңғы 3 жыл Қазақстанда президентіміздің бастауымен цифрлық трансформациялау мен жасанды интеллектті жаппай экономиканың, қоғамның бар саласына енгізуге арналғандықтан Есенов университеті өз тарапынан үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Мынау Айсана деген ұлттық жобасы құрылды. Сол жобаның аясында біздің 8500 студентіміздің барлығы бакалавр, магистратура, докторантурың барлық студенттері осы жасанды интеллектке арналған курстардың бәрін толықтай өтті, меңгерді. Білім саласын ғана дамытып қана емес, жаңағы ғылым саласында да электроника жағында дамытып жатқаннан кейін қазірдің өзінде де Есенов университетінде мынау мұнай саласымен бірге мұнай саласының керекті электрониканы және соған керекті өзінің программалау жүйесін іске асырып жатыр. Қазіргі таңда университетімізде мега жоба аясында біз стартап жасап жатырмыз. Ол стартап Laravel сетіне негізделген. Яғни біз ол стартап жобада экологиялық процестерді автоматтандырамыз. Яғни сол процесті автоматтандыруға арналған ақылды контроллерді жасап жатырмыз. Осы наурыз айынан бастап біз командамызбен, инженерлер командасымен осы Есенов төңірегінде технопарк базасында ең алғашқы қазақстандық программируемый логический контроллер жасағанбыз. Оның ерекшелігі, оның жіберетін данныйларының барлығы Laravel интерфейсі арқылы жүреді. Ол дегеніміз Long Range Wide Array Network болып табылады. Біздің командамызда 4 адамбыз. Барлығымыздың өзіміз атқаратын жұмысымыз бар, және де менің міндетім осы контроллерімізді OPI-ден өткізу. Және де одан келетін фидбэктардың барлығын жинап, біздің разработчик Рысжанға оны жеткізу, Рысжан өзі ары қарай оны доработка жасайды модификациясымен. Осы жобада біздің стартапымызға қажетті платаларды және де программалық жасақтамаларды әзірлеймін. Laravel желімізге арналған ноттарды жасап жатырмын. Нот дегеніміз яғни әрбір қондырғыға байланысатын кішкентай бір плата болып табылады. Біз қазіргі таңда ол контроллердің мүмкіндіктері лайыққанда обширны. Оны біз қазір мұнай саласында қолданып жатырмыз. Екінші оны экологияға қолдануға болады. Ол Smart City жобаларында кеңінен қолдануға болады. Себебі оған қосымша қымбат инфраструктура алып сатып алып орнатып қажеті жоқ. Біздің теңіздегі pH деңгейі, соленость деңгейі, мұнайдың деңгейін барлығын параметрлерін сенсор арқылы алып, оны біздің контроллер арқылы 15-20-30 километрге дейін жіберіп тұруға болады. Егер де осы таңға дейін оның барлығы адамның қолымен жүзеге асырылатын болса, барып, суды жинап, химиялық экспертизадан өткізетін болса, қазіргі таңда умный датчиктермен, сенсорлермен біздің контроллер арқылы оны алыс қашықтыққа жіберуге болады. Бұл жерде біз Каспий теңізінің суының қазіргі таңда real time қандай жағдайда екен білуге болады. Бұл жерде температурасы, мутности, pH деңгейі және де нефтяной разливтердің қандай деңгейде болғанын көруге болады. Айтқанда жұмысымыз проактивный болады, реактивный емес. Енді ол үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Біздің платаларымыздың, ноттарымыздың бүткіл схемаларын және де дизайндарын біз өзіміздің лабораторияда құрастырамыз. Және де ол авторлық құқықпен сақталған. Біз жасанды интеллектті біздің контроллерде, серверлерде қолданамыз. Ол дегеніміз бізге датчиктен, сенсордан келетін барлық жиналған информацияны талдау үшін, өңдеу үшін, анализ жасау үшін искусственный интеллектті қолдап, ол алдын ала бізге болжам беріп жатыр. Және де бұл контроллер тек қана бастамасы, тек қана ең бірінші қадамдарымыздың бірі. Бұл бізге үлкен сұраққа жауап беруге көмектеседі. Біздің қолымыздан келеді ма? Мен студент бола тұра осындай жобаларға атсалысып және де жасап жатқаныма өте қуаныштымын. Біздің қолымыздан одан да биігі, одан да тереңі, одан да жақсысы келеді. Және де алдыңғы уақытта соның барлығын жасаймыз. Осы білімдердің арқасында болашақта бәсекелестікке сай үлкен компанияларда жұмыс жасаймын деп сенемін. Бір қарап отырып жылаймын ғой, бір жақта сеньор болып жүрген кезде.